Ал бүгін 9 апрель мен сағат 10:30 шамасында Чаган набережныйға шығатын кольцевой жолдан сумка тауып алдым. Так, менің есімім Қанат, тегім Абдрахманов, Арыстан ұлымын. Енді апайдікі екен жоғалтқан мынандай сөңке, ішінде бояу қыртсықтары бар банағы. Мынандай кашулегі бар екен. Сосын мынандай қарайған карточкасы, Каспия, өзі Мұхамбетжанова Нағима Орынғалиевна деген кісі екен. 61-ші жылы туылған. Тағал енді сөмкесінде мен тапқанда 40 мың теңге ақшасы бар екен апайдың. Міне, ал бір тиынын қозғалған жоқпын. Мынандай орамалы бар екен. Орамалың ішінде сепчікісі бар. Енді алтын ба, алтынға ұқсайды. Сосын мына екі білездігі бар екен. Күміс ескінің көзі. Сағаты бар екен. Сосын мынандай бір ұсақ түйек сырғалары бар екен. Үйінің кілті бар екен. Ал енді осы кісіні енді мен балама жібердім, тауып бер деп. Енді кім таниды мына кісіні? Танып атсаңыздар, менің қолымда сол кісіге қайтарып бергім келіп тұр. Ал сол. Енді бұны неге түсіріп жатырмын? Балдарым, қыздарым, сендерге айтарым. Әр қашанда тауып алсаңдар, ақшаға ештемеге сынбай қайтарып беріңдер. Құдайдың өзі береді, адамның алғысымен қайтатын нәрсе. Ең маңыздысы адам болып қалу, ол үлкен қасиет.